Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге оразада қалай тамақтану керек, сол туралы айтамын. Ораза мұсылманның 5 парызының бірі. Ораза ұстаған адам таң атқаннан күн батқанға дейін ниетін бекітіп, тамақ ішуден және өзге де оразасын бұзатын заттардан бас тартады. Рамазан айы адамдарды тек нәпсісін тыюға ғана үйретіп қоймайды. Ол адамдарды жамандықтан сақтайды. Құранда айтылғандай, негізгі мақсат мұсылманды тазартып, тақуалық деңгейге жеткізеді. Сонымен қатар ораза кезінде ырыс берекетінің қадірін түсінеді. Әдетте түрлі тағамды жеп жүрген адам Рамазан айында күні бойы аштық сезімін сезінеді. Кешке ауыз ашқан соң судың да қадіріне жетеді. Қазір медицина саласында да оразаның организмге пайдалы екендігі дәлелденіп жатыр. Оразаның организмге пайдалары: жасушалар жаңарып, ескісі жойылады. Адам қарны ашқан кезде әлсіз жасушалар өздігінен жойылып, аштыққа қарсы тұру үшін адамның ішкі ағзалары белсенділікпен жұмыс істейді. Қант диабетін алдын алады. Ораза тұту қандағы қант үлесін барынша төмен мөлшерге түсіруге үлкен септігін тигізеді. Себебі ораза ұстаған кезде адамның ұйқы безі дем алады. Ұйқы безі қантты крахмалды заттар мен майларға айналдыратын инсулин бөледі. Артық салмақтан арылу: егер ораза ұстаушы ауыз ашқаннан кейін жейтін тамақ мөлшеріне шектеу қойып, дұрыс режиммен жүрсе, бойдағы артық салмақтан арылуға ораза таптырмайтын әдіс. Бірақ ораза диета емес. Тері ауруларына пайдасы бар. Адам ағзасын улы заттардан тазартады. Қан қоюлануының алдын алады. Ас қорыту жүйесінің демалуына мүмкіндік береді. Қан қысымын түсіру мен бас ауруына пайдалы. Мидың жұмысын жақсартады. Бірақ осы жоғарыда айтылған пайдалы процестер жүру үшін организмде жасырын аштық болмауы тиіс. Ферменттер, көмірсу, май, ақуыз, витаминдер, гормондар, минералдық заттар жеткілікті күйде болу керек. Оразада тамақтану: сәресі таң намазы кіргенге дейін уақытта тамақтану керек. Сәресін ішу сүннет. Ораза ұстаған адамның күні бойы шаршамай, оразаны қиналмай өткізуінде сәресінің алар орны ерекше. Сәресінде ас ішу бұл сүннет болып табылады. Ең алдымен менюдан ащы, тұзды, майлы, тым қою қуырылған тағамдарды, кофе мен қою шайды, тәттілерді, торт, шоколад, кондитер өнімдері, гамбургер, фастфуд, газдалған сусындарды алып тастаңыз. Себебі бұлар ағзаңызды әлсіретіп, тез шөлдетіп, қарныңызды тез ашырады. Ауызашар 16 сағат ашығудан кейінгі алғашқы ас. Ауызашардың мақсаты асқазанды толтыру емес, ағзаны нәрлендіру. Ораза кезіндегі бар жоғы тек бір мезгіл тамақтан ғана шектелеміз. Сол әрқашан есте болу керек. Көбіміздің миымыз айлап аш қалдық деп ойлап, ауызашарда мейлінше көп жеп, күндіз құр қалған тамақтың бәрін жеп алу керек деп шектен тыс тамақтанамыз. Бұл ең үлкен қателік. Білсеңіз, кез келген ашығудан кейінгі жеңіл ас желінуі керек. Ауызашардың бірінші қағидасы асықпай шайнап жеу. Ауызашардың құрамы нәрлі, жеңіл болуы керек. Ауызашарды ауызды сумен және құрмамен ашу сүннет болып табылады. Ауызашардағы астың құрамы фруктоза 20-30 грамм. Құрма немесе басқа жидек немесе кепкен жеміс. Бауырдағы азайған глюкоген қорын түзуге барады. Артық салмағы бар кісілер көп жемегені дұрыс. Белок: бұл зат азайса, организм өзінің бұлшықеттерін жаға бастайды. Оны катаболикалық процесс деп атайды. Ашығу кезінде белоктың орнын толтыру өте маңызды. Белоксыз ешбір клетка өмір сүре алмайды. Оның үстіне фермент, гормондар осы белоктан тұрады. Ағзада толассыз жүріп жатқан биохимиялық үрдістер белоксыз өтпейді. Белокты тағамдарға ет, балық, бауыр, тауық, қазы-қарта, балық, уылдырығы, жұмыртқа, тағы басқа тағамдар жатады. Субпродукты көп витамин минералдарға бай. Май өте нәрлі нутриент. Мидың жұмысына, гормондардың түзілуіне, тамақпен түскен витаминдердің сіңуі үшін өте қажет.
алмастырылмайтын омега-3 май қышқылы ағзаға тек тамақпен ғана түседі. Майлы тағамдар, майлы балық, зәйтүн майы, сары май, майлы қаймақ, жануар майы, кокос майы, зәйтүн майы, авокадо, жаңғақ тағы басқалар. Майды жеңіл сіңіретін көмірсулар мен нан, ұн, қант, тәттілер, тәтті сусындар, жемістер қоса жеуге болмайды. Көкөністер клетчатка көзі, ішек жұмысын жақсартады. Жартылай пісірілген және шикі қалпында. Дәнді дақылдардан жасалған тамақты сәресіне жеу жеткілікті. Суды қажеттілігіңізше ішіңіз. Организмде детокс эффектін күшейту үшін суға мята немесе лимон қосып ішуге болады. Ол артық холестерин және токсиндерді шығарып, ас қорытуды жақсартады. Ораза қабыл болсын.